телеканалында хаберлер, студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум, вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. Қырымда Чернобыль қазасының құрбанларына андылар қаза күнінің 35 елығына бағышланған матем митинг Гагарина паркында кечті. Дүнияны құртарған ликвидатор қараманларға бағышланған Абидияның янында Жұмхуриетінің бірінші шақсылары қазаны yok еткен іштиракчилер, жемат әрбаплары ве шер сәкенлері топландылар. Шу ерде дуа оқылды, Абидеге чечеклер қойылды. 1986 сене апрель 26 күні біз үшін әр вақыт фажиа күні олып қалажақ. Чернобыльде юз берген вақиға инсаниятлік тарихында ең дешетлі техноген қазасы олды. Русия, Украина ве Ақ Русия территориялары радиацияға оғрады. Чоқ адам зарар көрді. Біз сәләк олғанларны епсіні қатырлаймыз. Вешімді да яшаған іштиракчилерге үрмет көстереміз. Радиацияның күрешкенлер арасында Қырым сакені Иван Ильенко бар еді. Олар ос яшайышына ве сағлығына аямайып, қазанын дешетлі ақбетлеріні yok еттілер. Мен «Черная быль» адлы фильмні чықардым. Мезарлықта чалыштым. Анда 1 саатта 700-600 рентген. Дамда да чалыштым. Анда исе 1000-ден зияде рентген. Жұмхуриетінің курорт рекреацион салсы инкешаф етмекте Қырым Илемлер Академиясының умуми топлашуында бұл esas yöneliş oldu. Койқожылық институтының темелінде эфир яғлысы инкешаф етірілігі бойынша Евразия платформасы яратылды. Қырым Илемлері БРИКС мемлекетлерінен зенадашларынан сақ голі адлы уникаль тедавилев объекті бойынша лехалар ишлеп чыққаралар. Чтобы не только на Мертвое море ехали в Израиль, а сюда к нам. Тек Израильге олю деңізге кетмесінлер. Мұнда да бізге келсінлер. Ве ең чешіт хасталықларны тедавилесінлер. Ве бүгін БРИКС бізге бұ іште қол тұтар. Қырым елбашчысы да қол тұта. Әлбетте, турмуш ве санайы қалымтылары. Біз Москва ве дигер регионлардан зенадашларнен терен қайта ишлеп технологияларны ишлеп чықардық. Яна кешіфлеріні күнделік яшайышқа тезге же кірсетмек керек. Қырым елбашысы Сергей Аксенов лейхаларға қол тұтмаға азар. Менімже, Қырым Илемлер Академиясының ве алимлер топлылығының кележегі пек бұйық. Оны кірсетмек үшін çalışмақ керек. Еминім, сіз иш адамларының қол тұтуыны әлде етерсіз. Чөнки бұл емек истисалжыларының артырылуы ве пара иқтисат етілуыдыр. Ахмеджет су анбарлары кечкен авта девамында 1 миллиондан зияде кубометрге толдылар. Бұл ақта суның темелі фазиеті бойынша кечірілген брифинг девамында Қырымның вице-премьер Назира Светлана Маслова хабар етті. Ахмеджет сув анбарларында файдалы суның калемі 17%-ны тәшкил етті. Аян суның анбарында 91%, партизан анбары 26%. Бұл автада бұл уч сув анбары 1 миллион 200 бин кубометрге толды. Жұмхурин Назирлер Шурасының рейс муавина Светлана Маслова айтқанына көре, Ахмеджет су анбарларында су едегі 11 миллион кубометрны тешкелеті. Бұл тегі сайға етежек апрелінің 24-інде Акимиет Ахмеджетте су беру графигіні денештірілділер. Енді су сабы 6-дан яры геже аққа бір суткада шер 130 бин кубометрны су масраф еті. 58 миллион рублей керечте қадынлар консультациясы бинасының капиталь тамиратына айырылды. Құрыжылар кабинетлеріні ғайырдан тіклеген заман юклю қадынларыны Қамыш бұрын райондаки 3-ші поликлиникада бекілелер. Құрыжылық насыл басымақта векемлер не вақыт онайтлы шарайте чалышы башлажақларына Кемеси Даметова біле. Юлия Гунейка Эбанай. Оның 26 еллық тәжірибесі бар. Қадынлар консультациясында 2002 сенеден берлі чалыша. Айтаки, бина чоқат берлі тамиратны беклейді. Мы, конечно, надеемся. Біз әлбет умют етемізге қадынлар консультациясы яқшы тамир етілер. Бізім ішіміз қолай жаулыр. Қадынлар яны бинаға келіп мемнюм олурлар. Бина әлбет капиталь тамиратны талап етейді. Эки хатлы бинада 28 кабинет ерлеше. Күн месле аталмақ үшін 350-ден зияде юклю қадын келеді. Эвелері мында тек косметик тамиратлар кечірілген еді. Бинанын әкінжі хатында 15-ке яқын кабинет ерлеше. Шымды мында қапылар чықарыла, әскі ағач табан ерінден көчіріле, пенжерелер ве батареялар денештіріле. Тамиратның əsas мақсады MTB'жилер, MD хасталар үшін яқшы шарайыт яратмақтыр.
Кадынлар консультациясынын капиталь тамираты максатлы программа боюнча кечириле. Жумхуриятынын бюджетинден 50ден зияде миллион рубле айырылды. Согласно программе модернизации. Саглык саклав муэссилернин модернизация программасына бинаен бизде кадынлар консультациясында вел Лаксаханянын чамашырханасында тамират башланды. Эң эсасы бу Русия Федерациясы канунларынын стандартларына ve нормаларына yetkizmektir. Esası bu sanpin, yani taban, divarlar, tavanlar kaplanuvu. Тамират 2 yıl devam etmesi nazarda tutula. Amma tış hizmetçi işini tezce yekünlemege niyetleне. Endi dekabr ayında bu yerde kadınlarını kabul edebilecekler. Akimesi Demetova, Alim Seydaliyev, Millet için, Kerech. Toprak baylığına kullanıcılar Yedikuyu rayonunun içtimai yaşayışında faal iştirak etecekler. Onun teritoriyasında kuruculuk malzemeler kazıp çıkargan 6 kariyer çalışa. Böyle müesseseler ne vakit rayonda yollar tamiratının uğraşacağı hakkında bizimle Hamas. Müessese Kerechna ve Yarımada'nın çeşit şehirlerini kuruculuk malzemelerinin temin etti. Mütehassıslar aytkanlarına göre yılın sonunaca mında da 200.000 tonna kum kazıp çıkarılacak. Komşu yerde da 2 kariyer yerleşi. Естественно, пользу они приносят. Олар Кырымда алып барылган хурujылыкларга да файда кетирелер. Бу Таврида хурujылыгы, она якын келген yollar. Таврида ведигер ичтимаи муим объектлер янында инкишаф этежек инфраструктура. Çukurlar ve teşikler kariyerge alıp bargan yol bizni böyle karşılay. Bu yerde büyük yük maşinaları sık katnay. Çok tonnalı ağırlıkka her bir yol kaplaması dayanmay. Meselenin çözülüp yollarını tapmak için toplaşuvda bu sahada çalışkanlar ve hakimiyet vekilleri toplandılar. Ленинский район. Yedikuyu rayonu turistler için pek meraklı teritoriyamız iki denizden yuvala. Yazda bizge pek çok turist gele. Ogde yollarımızı normatif vaziyetke getirmek planlarımız var. Memuriyetinin yol başçısı aytkanına göre toprak kullanıcı müesseselerinin reberleri rayonun korunuşunu iyileştirmeye yardım eteler. Toplaşuvda bu yardımını merkezleştirmeye karar alındı. Endi toprak baylığını kullanganlar hepsi yol tamiratına koşulmak gerek. Решили, что Крым-Автодор. Крым-Автодор район мемуриятынен берабер кереклі көлемлі сайып чықачак деп қарар алдық. Ve toprak байлығының қазып чықарғанлар қошма ярдым оларақ құручылық малземелеріні айыралар. Бутун районда yollarını yapmak için. Bu maksatlarga erişmek için Kırım'ın nakliyat nazirliginde toplaşıp geçecek. Bundan gayrı uygun etilgen marşrutlar boyunca yüklü maşinalar katnavının nezareti katıca olacak. Güzel Mambetova, Diana Bekmambetova, Alim Seydaliyev, Millet için Yedikuyu rayonu. Bala meydanı ya da stadion Kurman rayonunun Kurman kasabasında abadalaştırılacak yerini seçiler yerli sakinler inisiativna büdjetirvanya adlı cumhuri programmada iştirak etmeye karar aldılar. Bu nasıl programma ve kasabada nasıl obyektlerini abadalaştırılacak gerek olğan hakkında Lila İslamova tarif etti. Kurman kasabasını denişmeler bekley. Yerli sakinler memuriyetinen beraber nasıl teritoriyani abadanlaştırmak gerekligini seçiler. Sportivnaya sokağında evler yanındaki meydanını ya da Solnечная sokağında yerleşken stadionunu. У нас детей очень много. У нас 119 квартир. Bizim balalarımız pek çok. 119 kvartira ve pek çok bala. Biz olarның komşu azbarga baramız. Sakinler epısırey berdiler. Hem yaşlar hem de esli başlı adamlar. Sakinler o'z loyihalarini inisiativnaya budjetirvanya adlı programma boyunca teklif eteler. Gelecekte ularga yerli hakimiyet maliye ayıra ve kol tuta. Bu boş yerde sakinler hem büyükler hem de balalar için sportif meydan kurmağa isteyler. Yarın toplaşıv geçirilecek, onun devamında teritoriyanın takdiri belgelenecek. Koy sakinleri onların teşebbüsüne kol tutalar dep umut eteler. Programmanın esas şartı grajdanlarının maliyevi hissesi proyekt amelge geçirilüvünün umumi fiyatından en azdan 3%'ını teşkil etmeli. Kalgan kısmını cumhuri ve municipal budjetleri ödeyecek. En çok rey toplagan teritoriya abadanlaştırılacak. Bu yerde yaşagan adamlarımız beden sağlığını pekitmeleri için, beden terbiyesinin ve sportnen oğraşıp, oseyatkan nesilimiz sağlam ve güçlü olması için.
Тешебюслер üzerinde бюджет түзілігі бұ бойле бір шекілдір. ОШР ве районларының сәкелеріне объектлеріне сешмеге имкан бере. Sonra оларға бюджет паралары масраф етілежек. Земля это уже откадастрирована. Бу энді кадастрге көрсетілген топырақ. Окой ерлешмесінің мүлкиеті сайыла. Веменімже адамлар бу ерде спортив мейдан құрмақ ғайесіне қол тұтып, оны әлде етерлер. Мен бұнда шүбеленмейім. Умумен инициативное бюджетирование программасының амелге кечірілуіне 46 миллион рубле масраф етмек назарда тұтыла. Бір объектні абаданлаштырмақ үшін жүмхури бюджеттен 1 миллион айырыла. Қасабаның сәкінлері кележек сенеде бұл лейхада иштирак етмеге ниетленелер. Лилия Ислямова, Саид Влиляев, телеканал Миллет, Курман районы. Граждан Дженкнын ең қанлы ұрышы еді Қою районда Перекоп-Чоңғар операция эпизодының арбит тарихи реконструкциясы кечті 1920 сененің көзмевсімінде юз берген вақаларны 300-ден зияде реконструктор ғайырдан тікледілер. Бөлем өйтке мұқбермас Акимеси Даметова далды. Реконструкция бұл русский исход тедбірінің 100 елығына бағышланған хатыра күнлерінің ән мерақлы қысмыдыр. Граждан Дженкінің ән фаджиалы вақайларындан бірі Қырымдан тахлие олмақтан әвел Қызыл Орду ве Ақ гвардиялар арасындаки соңки ұрышы олды. Қызыл Орду енді. Қырым советлерге кечті, душманын силялы бөліклері есе ярымаданы терк еттілер. Реконструкторлар айтқаларына көре, граждан Дженкінің соңки ұрышлары айры жақатты ве исрарлы олды. Алып барыжы қызыллар чоқ олғанының қайт етті. Ұрышлар бір қач күн девам етті. Пек чоқ қан төкілді. Біз бұ тедбірде тынч адамларының роліні ойнадық. Сейіржілерге тек арби әрекетлерінің реконструкциясыны көрмектен ғайры, 20 асырның башындаки аскерлер ве гражданлар турмышынен таныш олмақ имканы берілді. Хатырамызны сақламақ, ерлі тарихымыздың вақияларына мерақ артырмақ ве балаларны бұнен таныш етмек бөле мақсатқа еріштілер. Тесюратларым пек хош қалды, әршей пек яқшы түшкел етілді. Әршейні бақмақ, өзінден кечірмек, костюмлеріні кейіп бақмақ мүмкін еді. Бұрас чоқча реклама керек еді. Чоқча адамлар бұ ақта білмелері үшін бабалаларға да пек мерақлы олды. Граждан Дженкінің дерслері адлы проектінің esas мақсады адамларға бұ Дженкінің ақыбетлері ақында тариф етмек, тарихи вақияларға объектив бақышларыны шекелендірмектір. Біз бүгін мұнда чешіт яшлы генчлерінен қоныштық. Олар айталар, біз мұнда 100 ел евелсі не олғаныны граждан Дженкінің насыл вақияларыны білмейміз дейлер. Яни біздің вазифесіміз да марифчеліктір, әм көстермек, әмді білгі бермек, тарихны сақламақ. Тедбірні наследие адлы тиджари олмаған хайрие фонды кечере. Проект Русия Федерациясы президентінің грант параларына әмелге кечеріле. Акимеси Даметова, Саид Влиляев, Милет Чун, Еді Қою районы. Русияның 39 шерінден 200-ге яқын адам Салғыр Чаповында іштірак кетті. Спорт авескарлары 5, 10 ве 21 километр месаферлерге чаптылыр. Іштіракчылерінен Лилия Ислямова қонышты. Салғыр Чаповы адлы тедбірде істегенлер епсі іштирак еті білділер. 200-ден зияде іштиракчы. Александр Грибоедов скверінден чапып башладылар. Бірінші маршрут музыкаль оқуф юрту янында юкінлене. Огде 5 километр фааль чапув. 3, 2, 1, старт! Кефні ве сақлықны әйіліштірмек. Мақсадынен Грабовецких қорантасы келді. Олар 10 километрден зияде ос рекордларыны енмеге ниетленелер. Біз әр вақыт позитив или спорт біз үшін бұ әр шейдір. Бұ күч, бұ мувафақиет ве яқшы кейф. Бұ әлбет яқшы шей. Артем Нарко 10 километрлік месафені екінші чапты. Енді ос күчлеріні яры марафонда сынап бақажақ. Мақсат 21 километрні кечмек, әмді Ахметжетінің дүлбер ве мерақлы ерлеріні көрмектір. Яқшы мұйт, бүгін авада пек яқшы. Мен әр кезге сағлық тілейім. Спортнен оғрашыңыз. Спорт бұ яшайыштыр. Чапов екінші керекече кечкен сене тек 80 іштиракчы топланғаныды бүгін есе спортчылардың географиясы арты. Русияның 39 шерінден векілер чапа. Ахмезжетте Чапов бойле yüksek дережеде олғаны бұ пек яқшы. Бойле етіп, біз сөзнен дегілді ишнен президентіміздің лейхасыны амелге кечережеміз.
Чапувнын сонында бір иштиракчы бакшышлар, оригинал медальлер, яхшы кеп веб парлах тесюратлар элде етті. Лилия Ислямова, Алим Сейдалиев, Миллет үчүн. Шымдыки даққаға бұл хаберлерінің епсі де кележек яйнымызны қачырманыз.